Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің атым Балжан. Бүгінгі тақырыбымыз 2021 жылы баруға ең қолайлы елдер. Сонымен, National Geographic журналының сарапшылары 2021 жылы баруға ең жақсы елдердің тізімін ұсынды. Сонымен, Ұлыбритания бірден бірнеше бағыт бойынша топ 25 елдердің ішіне кірді. Мысалы, шығыстағы Ковентри қаласы мәдениет және тарих номинациясы бойынша үздік атанса, Англияның England Coast Path жаяу жүруге арналған жағалауы, отбасылық саяхат ал Шотландия табиғатын жөрелер ең әдемі пейзаж деп бағалаған. Сонымен қатар белгілі болғандай, тұрақты даму категориясына Финляндия, Грекия, Дания, Жаңа Каледония, Германия, Африка және ақш-тағы Колорадо штаты кірген. Табиғат бөліміне Ұлыбритания, Оңтүстік Африка, ақш-тағы Мичиган штаты, Канада, Бразилия мен Австралия үздіктер қатарына кіріп отыр. Шытырман оқиғаларды жаны сүйетін саяхатшыларға арналған рейтингте бар екен. Оған Гренландия, Антарктида, Доминика, Грузия, Аргентина және Түркия енген. Ал мәдениет және тарих номинациясы бойынша Ұлыбритания жеңгенін айтып өттік. Сонымен қатар Португалия, Гуман аралы, ақш-тағы Нью-Мексика, Испания, Оңтүстік Корея, ақш-тың Оклахома штаты мен Қытай үздіктер қатарынан табылып отыр. National Geographic отбасылық қыдырыс үшін Черногория, Жапония, Ұлыбритания, Румыния, ақш-тың Флорида штаты, Венгрия мен Канаданы алып отыр. Бұған дейін қараша айында Австралияның Lonely Planet басылымының мамандары 2021 жылы баруға ең жақсы деп мына елдерді ұсынған. Швеция, Палау, Грекия, Антигуа және Барбуда мен Руанда елдерін туристік елдердің алдыңғы қатарына қойған. Құрметті көрермендер, менің арнама жазылып, пікір білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыз.